Жарты ғасырға созылған адал еңбек. Көкшетау қаласының құрметті азаматы, денсаулық сақтау ісінің үздігі Болат Жанәділовтың 85 жылдығына арналған таймлапсты әлеуметтік желі оқырмандарына ұсынамыз. Жанәділов Болат Сүлейменұлы, солтүстік Қазақстан облысы Сырымбет ауылында 1940 жылы туған. Жоғары санатты дәрігер, Қазақстан денсаулық сақтау ісінің үздігі. Қарағанды мемлекеттік медициналық институтын 1965 жылы аяқтаған. 1965 жылдан 1992 жылдар аралығында Көкшетау облысы ауруханасында анестезиолог дәрігер, бөлім меңгерушісі, бас дәрігердің орынбасары, ал 1973 жылдан Көкшетау облыстық ауруханасының бас дәрігері болып істеген. 1992 жылдан 1997 жылдарда Көкшетау облысы әкімінің орынбасары болған. Ол денсаулық сақтау, мәдениет және әлеуметтік мәселелерге жетекшілік еткен. Оның қолдауымен Көкшетауда қазақ драма театры, қайырымдылық ауруханасы ашылып, болашақ балалар сауықтыру орталығының материалдық базасы жақсарып, диагностика орталығының құрылысы аяқталды. 1997 жылдан Ақмола облысы ауруханасы бас дәрігерінің орынбасары қызметін атқарған. КСР жоғарғы кеңесінің депутаты. Көкшетау қалалық медицина қызмет ардагерлерінің кеңесінің төрағасы. Қазақстан халықтары кіші ассамблеясының мүшесі. Жанәділов Болат Сүлейменұлы халықтар достығы, құрмет ордендері және бірнеше медальдармен марапатталған. Болат Сүлейменұлына көп жылғы еңбегі мен қаланың әлеуметтік мәдени саласының дамуына қосқан үлесі үшін 2000 жылы Көкшетау қаласының құрметті азаматы атағы берілді.